Сәлем, Мира. Осы бағдарлама ұнай ма? Жақсы бағдарлама, я? Негізі бағдарлама жүргізушісі мен ғой, білесің ба? Ол көп күттірмей бағдарламаны бастайық, кеттік. Хабар арнасында орталық хабар бағдарламасы. Эйнштейннің өлім алдында не деп өсиет қалдырғанын ешкім білмейді. Себебі оның күтушісі немісше түсінбепті. Қайырлы кеш, достар. Қайырлы кеш, көңіл-күйлеріңіз тамаша деген ойдамыз. Ал біздің көрермендердің көңіл-күй қалай? Әрине тамаша. Менің мақсатым қазір 48 минут бойы сіздермен өзекті мәселелерді талқылау, қызықты сюжеттер ұсыну. Олай болса, қарсы алыңыздар, алғашқы қонағымыз Қайрат Түнтека. Қайрат, болып қалды. Сенің шығуың бағдарламаның соңына таман. Әзірше кешетіре бара тұр ордың, Жарайды. Жақсы, бәрекелді. Осындай бірден түсіп кететін жұлдыздар тамаша ғой. Алдымен аңдатпа. Сан қысқарса сапа ұзарады. Жұмағұлов қожалардың жағасынан алмады, жай ұстады. Адам кейпіндегі айуан, педофил сіздің жаныңызда жүр. Қор болған қорқор, алыптар айқасында кім жеңді? Бас ауруынан жұлдыз ауруына дейін талантқа тәртіп керек пе? Орталық хабар осының бәрін ортаға тастайды. Бұл аптаның ең басты оқиғасы естеріңізде қалған шығар. Хабар агенттігі адамның көңіл күйіне, киген киіміне, ішкен тамағына, көрген киносына қарамастан тек жақсы іс шығаратын әтір шығарды. Енді осы ессіз теледидарыңыздан хабарды қосқанда бұрқырап шығатын болады. Байқадыңыздар ма, не деген тамаша ес сезіп отқан шығарсыздар. Өкінішке қарай, сценарист әрмен қарай бұл өтіріктен құтылу амалын жазбаған сияқты. Өтіріктің құйрығы бірақ тұтам дегенмен 1 сәуірде біз сені жаздаған үйректердің үштігін жарияламасақ тағы болмады. Сонымен 3-ші орын Қайрат Нұртас Лондонға барып Бейонсемен дуэт айтатын болып жатыр. Ал Роналдиньо Қайрат футбол командасына келетін болды. 2-ші орын Астана аты өзгереді және Астанада журналистерге арнап 1000 пәтерлік тұрғын үй салынатын болады. 1-ші орын үйлену тойын өткізгеніңіз үшін енді мемлекетке салық төлейсіз, яғни тойдан түскен табыстың 15%-ын салық органдарына тапсыруға міндеттісіз. Сонымен бірге жасы 20-ға толмай тұрмысқа шыққан қыздар зейнет жасына дейін барлық салықтан босатылады. Ал 25 жасқа дейін үйленбеген жігіттерге бойдақ салығы ретінде жалақының 10%-ын төлеу міндеттеледі. Тамаша емес пе? Шындыққа белгісіз өтірік демейікші. Арман үшін бұл үйрегімізді төрге ұзаттық. Айтпасам бола ма, жандос? Қарашы ма жақа? Тақырып өте ұзақ, күрделі және жан түршігерлік оқиға десем де болады. Бір қорқынышты көңіл күйін түсіреді, көрермендерге жақпайтын сияқты. Қалай қарайсың, Бүйтейік. Енді қысқаша қайыра салайын. Тақырып педофилия, бас кейіпкері Бегал Садықов, құрбан 9 жасар қыз. Носитель дети сексуального характера в отношении заведомо не достигшего лица 14 лет. Педофил. Бұл құбыжық сөзге қазақтың да ет үйрене бастады. Қоғам арасында адам кейіпті айуандар көбейіп барады. Педофилия бұл жабайы, тұрпайы қарым-қатынасқа ниеттену. Азғындық ауруына шалдыққандарды түрмеге қамаймыз, бірақ абақты түзетеді деген сенім алдамшы. Өйткені педофилдердің көбі темір тордан шыға сала қайта қылмыс жасайды. Қазақстан үшін өте қауіпті. Алматы облысы, Үшқоңыр ауылы.
Мектепке кеткен 3-ші сынып оқушысы Жансая Есенбаева ізім қайым жоғалды деген ақпарат санаулы сәтте тұтастай Қарасай ауданын аяқтан тік тұрғызды. Жұрт жұмылып жеткіншекті іздеуге кірісті. Тергеу тобы құрылып, 9 жасар Жансаяны соңғы рет көрген куәгерлерден түсінік алынды. Адам жаны түршігерлік оқиға тыныш жатқан ауыл халқын есеңгіретіп тастады. Бұқара мектепке баласын жалғыз жіберуден секемденді. Тек 2 аптадан соң Жансаяны аяусыз зорлап өлтірді деген күдікпен Бегалы Садықов тұтқындалғаннан кейін ғана халықтың үрейі біраз сейілді. 59 жастағы Бегалы Садықов тергеу кезінде қылмысын толық мойындаған. Арақ ақылымды шайды деп ақталды. Кейін сот процесі кезінде мен емес, күшпен мойындатты деп түлкі бұланға салды. Бірақ қазыны иландыра алмады. Өйткені Садықов бұған дейін де 2 мәрте жасөспірімдерді зорламақ болған үшін істі болған екен. Нәпсі құмарлық дертіне шалдыққан қылмыскер 24 жылға сотталды. Қылмыстық кодекстің 58 бабының 4-ші бөлігінің негізінде қылмыстар жиынтығы бойынша жазаларды ішінара қосып, Садықов Бегалыны түпкілікті 24 жыл мерзімге бас бостандығынан жазасын тағайындап, оның 4 жылын түрмеде өтелсін, ал қалған жазасын түзеу қалайса ерекше режимде өтеу белгіленсін. Невосполнимая потеря для меня это. Хоть ему 100 дадут, для меня это как-то не облегчит мои страдания. 60 алқымдаған айуан өмірінің 4 жылын қатаң режимдегі түрмеде қалған 20 жылын колонияда өткізеді. Мәжбүрлі түрде емделмек, бірақ психологтар азғындыққа барғандардың психикасы мүгедек. Сондықтан түрме түзеп, толық айығып кетеді деп үміттену бекершілік дейді. Жігері жасық, өзіне сенімсіз, махаббатта жолы болмаған ынжық, өз кемістігін әлсіздерге күш қолдану арқылы жоймақ болуға талпынған мүсәпір. Психологтар қоғамдағы әзірелдерді осылайша суреттейді. Бұл дерт дін, жас, ұлт таңдамайды. Психологтар педофилдікке барғандардың 70% жас кездерінде өздері қорланғандар дейді. Негізінен бұл 1990 жылдан бастап қана шетелдерде зерттеле бастады. Она, как правило, глубоко спрятана в психике, маскируется, очень маскируется педофилами. И корни свои берет из неправильного воспитания в детстве, из неправильного отношения родителей к детям. Жұрт жет ағайынды педофилдерді бүркеме етіп, ел білдіріп жүргендер де шыға бастады. Алматыда кіл тақырбас құрған күдік түйін пайда болды. Мақсатымыз азғындарды тәубесіне келтіруге бұрандағандар тек қара көздерді сабап ғаламторға жазбасын салып қояды. Тірліктерінен ресейлік скинхедтердің иісі шығады. Ішкі істер министрлігі бұлардың жұмысын заңсыз деп тапты. Сайттың логотипі тұратын жерде Гитлердің свастикасы тұр. Яғни бұл таза шовинистік ұйым екендігін байқамай қалу мүмкін емес. Жаңағыдай түсірілімдерінен біз нені көріп отырмыз? Біріншіден, ол жерде ешқандай әшкерлеу жоқ. Қазақтың баласын ұстап тек қана тоқпақтап ұра бергеннен басқа видеоның ішінде ештеңе жоқ. Яғни ол жерде халыққа дәлелденбейді. Ол педофил ма, педофил емес пе, ол дәлелденбеген бірінші мәселе. Екінші мәселе, бұл толыққанды самосуд. Яғни құқық қорғау органдарының қызметін жаңағыдай жанама түрде жүзеге асыра бастау ғой. Енді бұл тікелей заңға қарама-қайшы дүние. Ескертетін жайт, қолданыстағы қылмыстық кодексте педофилия деген ұғым жоқ. Жеткіншектерді зорлап қорлағандарға жаза 8 жылдан 25 жылға дейін қарастырылған. Жалпы әлемдегі көптеген мемлекеттер қылмыстың бұл түріне жазаны әлде қашан қатайтқан. Оңтүстік Корея, Ирак, Біріккен Араб Әмірліктерінде балаға жасалған қастандық үшін қылмыскерлер өлім жазасына кесіледі. 1 жыл бұрын Иранда да 2 педофил Бұқар алдында жазаланып, халық сотқа рахмет деп ұрандады. Қыз текемен еркек шораға ежірейіп қарайтын қазақ елінде заңға өзгерту енгізу мәселесі енді ғана қарастырылып жатыр. Бүлдіршіндерге көз немесе қол салғаны дәлелденген азғындарды химиялық жолмен әтек ету керек деген ұсыныс бар. Құптайтын ақ бастама. Қазақ шапанын киген сары жігіт. Бұл Наурыз мерекесіндегі бір күндік көзбояушы көріністен үзінді емес. Әйгілі Геннадий Головкин бауырымыз ғой. Жапон Набухира Ишиданы 3-ші раундта әкесімен таныстырған арғы күні. 8 сәуірде туған күнін достарымен тойлайтын Головкин әлем чемпионы деген атағын қорғап қалды. Гена көңілімізді көтерсе, ережесіз жекпе-жекте Алаш Прайдтың жеңілісі ренжітті. 7 минутта 14 көлік ауыстырып үлгеруін керек. Бірақ бұл мүмкін емес. Ал Алтынай Байтоқанова оны мүмкін қылып еді. Өткен аптаның аяғын ала талант иесі журналист Алтынай дүниеден озды.
Сан қысқарса сапа өзгереді теоремасын білім және ғылым министрі Бақытжан Тұрсынұлы Жұмағұлов іске асырмақ. Әрине даттайтындар да болады, жақтайтындар да болады. Даттайтындарға жауап дайын. Тынышталыңдар. Ой, шуылдайсыңдар ау сендерде. Жасай берсін Жұмағұл. Сонымен сюжет тамашалайық. Жабық кеңесті ашық деп жариялаймын. Қазір елімізде 136 жоғары оқу орны бар. Алдағы 2 жыл ішінде 66 жекеменшік университеттің 36-сы оңтайландырылып, 100-ге жуық ең озық оқу ордалары қалады. Шешім бір ауылдан қабылданды. Қосылу, қосып алу, жабылу. Тағы да қосылды. Болмаса жаңа бірігу. Қазір осы сөздер хит. Тиісінше әлгі шешім бәз біреулерді қылып жатқаны рас ит. Сонымен қысқартудың көздегені не? Біз қысқартып жатқанымыз жоқ, біз көбінесе біріктіріп жатырмыз. Ал енді бұл тек қана жекеменшік оқу орындары емес. Кейбір жерде біз мемлекеттік университеттердің де бастарын қосайық деп отырмыз. Бұдан бірнеше жыл ілгеріде жекеменшік оқу ордаларын көптеп ашып, бәсекелестікті арттырамыз деген ой болған. Бірақ соның арты лицензия сыйлайтын тойға айналды деймін. Кезінде үйреніп қалды ғой. Телефонды көтере салып, шала салып, мына бере салшы. Ол жеңіл болды кезінде. Онда лицензия таратылды деп айтуға болады былайша. Салдарынан 20-ға жуық мамандыққа рұқсаты бар. Бірақ іс жүзінде 200-ге жетер жетпес студентке білім беріп отырған университет көбейді. Қазір мемлекеттік жоғары оқу орындарында бір педагог кадрды дайындауға жылына мемлекет 440 мың теңге қаржы шығарады. Ал жекеменшік жоғары оқу орындары 100 мыңнан 150 мыңға дейін аралықта соларды ақыл негізде дайындайды. Арада көріңіздер 3 есе 3,5 есе айырмашылық бар. Шәкіртке берер білімін қайдам, алар алымы жақсы. Бәлкім иесінің көксегені де сол шығар. Бұл ауырдың үстімен, жеңілдің астымен жүріп, қызыл дипломды қалың қалтамен қантаратындарға қолайлы болды. Кейбір оқу орында жасырын бірыңғай ұлттық тапсырма балаларды қабылдағысы келгендер сондай бар деп естіп жүрміз. Олардың бәрі қосқан кезде ашылады. Кімдікі жабылады, қайсысы толсады? Міне, осы сұрақтар қазіргі шу мен дудың түп негізі. Біз оған шыдауымыз керек пе? В каждом высшем учебном заведении стоит кто-то из Астаны. Әлгәзірде саясат зеркелерінің тресі басталды. Министр ашып айтпаса да, лобби жасаумен айналысып жүр деп кімді меңзегені белгілі. Ақжол партиясының төрағасы Азат Перуашев жекеменшік университеттерді жабуға қарсы болды. Халық қалаулысының пікірінше, жекенің иелігіндегі оқу орындары сапалы білім береді. Бірақ министр ешкімді тыңдар емес. Әзірге 14 жекеменшік университетті жабу жөнінде министрлік сотпен жұмыс істеп жатыр. Мұны естіген құрық ұзындар құр қарап отырған жоқ. Маған бір-екі мұғалім телефон шалды. Бұл мырзаның да Қызылорда қаласында гуманитарлық университеті бар болатын. Ана бір жылы жабылды. Жоқ, тіпті олай емес. Анығы колледжге айналды. Бәлкім мұндай реформаның боларын алдын ала сезгенді. Бұны мен ойлаймын, саясаттандырып қажет жоқ. Бұл қоғамда болып жататын өзі табиғи процестер. Мүлдем жабылып қалмай тұрғанда жымғылайық деді ме? Әйтеуір бірігуді бастап кетті көпшілігі. Алғашқысы оңтүстік өңірліктер. Бұрынғы Қонаев атындағы университет және жол қатынастары университет. Қазір бірігіп, сол Қонаев атындағы гуманитарлық көлік және құқық университеті болып атандық. Бірақ ешқандай біз одан ұтылғанымыз жоқ ешқандай. Ал маңғыстаулықтардан мән кетті. Болашақ институты оқу жылының аяқталуына 3 ай қалған кезде жабылсын деген бұйрықпен танысты да шуласты. Бізде қазір 2 қана біз бар ғой. Соларға барып айтамыз, балдарды алыңдар деп баспен істейді. Бірақ мұндағы оқытушылар мен студенттер Маңғыстау гуманитарлық техникалық университетімен қосылуға наразы. Біз Есеновке ауысатын болсақ 450 мың ақша төлейміз, ал мұнда біз 190 мың төлеп жатырық. Стандарт бойынша институтта оқитын білімгерлер саны 960-тан кем болмауы тиіс. Ал болашақта 817. Сосын ғылыми дәрежелі оқытушылар да аз емес мұнда.
Анда 2000 болу керек, 500 бар ма жоқ па енді? Әділдік болу керек та, шындық. Сол үшін біздер айтып тұрғанымыз. Әйтпесе, олар да біздегідей сайма-сай болып тұрса, біз ешқандай ештеме айтпас едік. Екі оқу ордасын біз салыстырмадық. Тек екеуінде де оқып көрген студенттен сұрадық. МГТУдан ауысып келдім. Ол жақта жағдай жоқ болғасын, материалдық жағдай өте төмен, асханасы жоқ, жатақханасы жоқ. Ал мынау Елордада орналасқан Астана университеті. Бірақ мұнда әлі тыныштық. Басшылық тек сыбысқа құлақ түріп, болжам жасап отыр. Евразиялық институт пен Туран Астана университетін бізге қосу деп. Бірақ ол сұрақ әлі шешілмеген. Осыдан 2 жыл бұрын есігін айқара ашқан Астана университетінде қазір 600-ге тарта тәлімгер тіркелген. 16 мамандыққа оқытады. Білім беру сапасын салмақтау қиын, тек бір айтарымыз сыртындағы көрініске қараңызшы. Бүгін бізде студияда министр емес, сол білім және ғылым министрлігіндегі білім және ғылым саласын бақылау комитеті төрағасының орынбасары Нұржамал Әбдіразаққызы, қарсы алыңыздар. Ортаға келіңіз, қош келіпсіз. Ортаға келіңіз. Көңіл-күйіңіз қалай? Бәрі жақсы ғой, бәрі дұрыс қой. Бұл студенттер, қарап отырсаңыз, қысқартылып жатқан жоғары оқу орындарының ішіндегі студенттер. Бұларға не айтсақ болады? Бұл студенттерге бұл қысқарту немесе оңтайландыру деген қазіргі жүріп жатқан үрдіске студенттердің ешқандай қатысы жоқ. Себебі бұл оңтайландыру үрдісіне студенттер ешқандай да зардап шекпейді. Себебі ол қандай оқу орнында оқымасын, ол жекеменшік оқу орнында болсын, немесе мемлекеттік оқу орнында оқымасын, студенттің мүддесі ол заңмен қорғалған. Сендерге солай түсіндірді ғой, деканатта, ректоратта, қазір алаңдап жүрген жоқсыздар ешқандай мәселе. Түсінікті. Енді бұл жоғарғы оқу орны, көріп отырсыздар, студенттік парталар, тақта. Бұрынғыны еске алайық. Өзіңіздің орныңызға отырайық. Группаңызда староста болған шығарсыз. Болдым. Бәрекелді, онда сіз алдында отыру керексіз. Жайғасыңыз, сіздің орныңыз. Енді мынау қысқарту деп жатырмыз. Алғашқыда 149-дан 136-ға дейін қысқарды. Қазір енді 36-сын бірден қысқартайын деп жатсыздар. Бұл қаншақты бойларыңызға бір ауыр жүк алып қойған жоқсыздар ма? Жоғары оқу орнын қысқарту жеп-жеңіл іс сияқты министрлік үшін. Жоқ, мүлдем ондай емес. Біз бірден 36-ны қысқартамыз деген ондай жоспар қабылдай алмаймыз, ондай қабылданғаны жоқ. Жалпы біз енді арадан бастайтын болсақ, біз тәуелсіздік алған жылдары 1991 жылы жоғарғы оқу орындарының саны 55 болатын. Содан кейін нарықтық экономикаға көшкен кездерде, біз нарықтық экономиканың ең шыңына жеткен кезде жоғарғы оқу орындарының саны 182-ге дейін жетті. Бұл енді әлемдік деңгейде, мысалы дамыған елдердің мысалымен алып қарайтын болсақ, дамыған елдерде әрбір миллион халыққа шаққанда бірден 6-ға дейін ғана жоғары оқу орны бар екен. Мысалы алдыңғы қатарлы Франция, Америка, Германия және Жапония сияқты елдерді мысалға алатын болсақ. Ал Қазақстан жоғарғы оқу орындарының саны жағынан өзіміздің халқымыздың санын білесіздер, 16 миллион халыққа. Біз жоғарғы оқу орнының саны жағынан осы мемлекеттерді басып озып 1 миллион халыққа 9 жоғары оқу орнынан келеді. Бұл енді кезіндегі министрліктің қателігі ғой? Енді ол министрліктің қателігі деу қиын шығар. Енді нарықтық экономикаға көшкен кезде бұл осындай жағдайлар болды. Одан кейінгі қысқартулардың нәтижесінде ол көптеген өздеріңізге белгілі сапасыз білім беретін филиалдар көбейіп кетті жоғарғы оқу орындарының. Міне сол сапасыз филиалдарды жабу үрдісі жүрген болатын. Енді 2012 жылдың басында Қазақстандағы жоғарғы оқу орындарының саны 149-ға дейін келді. Енді мына соңғы 1,5 жылдың ішінде осы оңтайландыру нәтижесінде қазір жоғарғы оқу орындарының саны 136 болып отыр. Оның ішінде 9 ұлттық университет бар. Өздеріңізге белгілі. Содан кейін үлкен халықаралық 2 университетіміз бар. Біреуі Назарбаев университеті, екіншісі Яссауи атындағы Қазақ-Түрік университеті. 16 акционерлік жоғарғы оқу орындары бар. 13 азаматтық емес, яғни әскери оқу орындары бар. 33 мемлекеттік оқу орны және кәдімгідей жаттап, дайындалып келіпсіздер енді. 63 жекеменшік жоғарғы оқу орны бар. Өйткені мен енді осы бақылау комитетінде істегеннен кейін жоғарғы оқу орындарының түріне де, санына да мен жауапты болғаннан кейін мен әрине жатқа білуге тиіс. Тек қана қарап отырсақ жекеменшік
университеттер, институттар қысқартылуға ұшырап жатқан сияқты, филиалдар деп жатсыздар. Білім сапасын солардың тексересіздер. Сол жақтан кемшіліктер табасыздар. Ал ұлттық университеттерде немесе өзге де мемлекеттік университеттерде кемшіліктер таппайсыздар. Неге олардың саны қысқармайды? Жалпы жоғарғы оқу орындарын оңтайландыру үрдісі бұл елбасының тікелей алға қойып отырған тапсырмасы. Жоғарғы оқу орындарына біз мысалы жекеменшік оқу орындарын жабамыз, немесе мемлекеттік деп ол таңдап, оларды жабу міндетін біз қоя алмаймыз. Аттестациялық тексерулер кезінде өкінішке орай жекеменшік жоғарғы оқу орындарының білім сапасы әрине көңіл көншітерліктей болмай отыр. Мына мысалға алып қарайтын болсақ, былтырғы ғана оқу жылында 12-ші жылы тексеріс кезінде біз 24 жоғарғы оқу орнын тексерістен өткіздік. Соның ішінде 8 жекеменшік жоғарғы оқу орны болды. Сол 8 жекеменшік оқу орнының студенттерінің қорытынды аттестация кезінде тестілеуден өткізген кезде, білім сапасын тексерген кезде, сол 8 жоғарғы оқу орнының студенттерінің 60% 2 және 3 деген бағаға ие болды. Осыдан ақ көрініп тұр. Түсінікті, жақсы жауап беріп жатсыз. Рахмет сізге. Айтпақшы, сізге сұрақ қойғысы келіп жатқан азаматтардың саны өте көп. Студияның сыртында көп еді, бірақ біреуі ғана қалды, біреуі шыдамады деймін. Қарсы алыңыздар, алдарыңызда Евразия нарық институтының ректоры Айтқали Шоқалайұлы. Қарсы алайық ағамызды. Қолына кітаптарын, еңбектерін алып келіпті. Ассалаумағалейкум. Былай өтейік. Иә. Саламатсыздар. Профессор келген кезде орнынан тұру керек, студенттер сіздерге үйрету керек пе әлде? Жақсы. Енді сізді орныңыз мына жерде, алдыңғы қатардан. Бірге отырыңыздар. Бірақ басынан бастап Еуразия нарық институты 2 жыл болды. Экономика және басқару академиясы, одан кейін тері арқылы Еуразия нарық институты жоғалтып алмас үшін. Түсіндіңіздер ғой? Түсіндіңіздер. Рахмет сізге. Отырсаңыз. Аға, енді сіз туралы біз көп ақпарат іздедік. Ғаламторда Google-ға кірсек, отыра берсеңіз болады. Google-ға кірсек, мәлімет мүлдем аз, бірақ қана ақпарат бар. Неге сонша қарапайымсыз? Өзіміз қарапайымбыз ғой. Бәлкім осы қарапайымдылық сіздің жоғары оқу орныңызға осындай тексерістердің көп келуі қысқарған жоқ университетіңіз, ондай институтыңыз? Аллаға шүкір, тұр ғой, ол қысқаруға тиіс емес. Тиіс емес. Мынадай кітапқа шығып, Европаның 30 елінде арасында осы институт осыған кіріп, оның ректор 500 беделді адамдардың арасында дегенде сондайды қысқартатын болса, онда біз қандай оқу орнын қалдырамыз? Пікіріңіз түсінікті. Енді қалай? Сіздің пікіріңіз қандай? Қазіргі министрлік тарапынан жасалып жатқан реформаға. Бүгінгі бастықтар бұл, бүгінгі бастықтар ғой, соңғы 2-3 жылдарға. 20 жылда осы 7-8 рет өзгерді. Бізде енді профессорлар қалып отырады, бастықтар өзгеріп отырады министрліктің. Ал енді мынадай жағдай, сізге жаңадан келіпсіз, құтты болсын жаңа орныңыз, Нұржамал Абдырақызы. Ал енді ертең жоғарғы оқу орнын тексергендерде, егер осымен байланыстырсаңыз, мынадай 2 мәселе бар. Мына государственный общеобразовательный стандарт образования деген, міне соның біреуі мына Ленинград бойынша алайық. Санкт-Петербург. Ал мына Санкт-Петербургта осы біздермен қатар бір уақытта құрылған Санкт-Петербургский университет экономики и управления экономики деген мына корпусы. 30 000 студенті бар бүгін. Бұрынғы филиалдарын бәрін сыр бойынша алған ғой. 600 000 библиотекасында кітаптар бар, Сонда 600 000-ды 30 000-ға бөлсеңіз, әр балаға, әр студентке 20 данадан келеді, Ал тоқтай тұр, айналайын. Сонда сіз қандай стандартты айтып отырсыз, жаңа айтып кеттіңіз, стандарт бойынша біз тексереміз деп. Сіздің стандартыңызда 140. Ал мына компьютерлік заманда отырмыз, информациялық заман. Ал енді барлығы әр студенттің қолында жүр жаңағы iPhone, iPad бәрі, осындай уақытта. Мына біз қалып қоямыз ғой басқа елдерден. Конституцияда көрсетілген. Сонымен қатар жалпы білім беру заңында көрсетілген. Кез келген жоғарғы оқу орны, оның өзінің түріне қарамастан да, ол жекеменшік болама, мемлекеттік болама, оларға қойылатын талап, ол мемлекеттік білім беру стандарты деген бар, мемлекеттің бекіткен стандарты, сол мемлекеттік стандартқа сәйкес болу керек. Рахмет. Енді екеуіңіз бірге отырсыздар партада.
Болашақта да сіздердің орындарыңызды басатын осындай ізденушілер, осындай студенттер көп бола берсін дейміз. Рахмет сіздерге. Құрметті көрермендер, қызықты тәжірибе айдары жалғасуда. Бүгін бізде біздің жүргізушісі Мейрам Әділі. Қош келіпсіз. Көріп отырмын. Ерекше заттар алып келіпсіз. Қандай заттар бізбен таныстырып өтсеңіз, және қандай тәжірибе жасаймыз? Біздің тәжірибеміз үшін баршаңызға белгілі құжат тасымалдайтын кәдімгі флешка керек. Яғни флешка ішіндегі магнит, е? Яғни флешканың ішіндегі магнит. Енді мұның ішіндегі магнит бар екендігі менің ашуымның қиын болып жатқандығына қарап та білуге болады сияқты. Және қарапайым ғана зат, ол күнделікті қолданылатын шырпы. Шырпы, сіріңке, оттық кете береді. Иә. Ары қарай? Оттықтың ішіндегі шырпы дейікші. Жанатын дүние. Жоқ, жанатын дүние емес, жанатын зат. Иә. Бір ғана тәжірибе, яғни сіз кез келген шырпыны алып магнитке жабыстыратын болсаңыз, ол жабыспайды. Мысалы, қараңыз, мен магнитке тигізіп жатырмын. Қолымды жіберсем, ол түсіп кетеді. Яғни жабыспайды. Енді бұл шырпыны осы магнитке жабыстырудың бір жолы бар, ол оны өртеу. Жағу. Жақпай тұрыңыз енді, жақпай тұрыңыз. Құрметті көрермендер, ескерте кететін жағдай, алғашқы бағдарламамыздың санында Рахат Жақсыбай, яғни біздегі Мейрам Әділдің, әлде Мейрамгүл моделінің. Мейрамгүл моделі дұрыс деп айтайықшы, Мейрамгүл моделінің әріптесі жұмыртқаға байланысты тәжірибе жасаған болатын. Ендігі тәжірибе шырпыға байланысты болып отыр. Соңғы кездері біздің жүргізушілердің ермегі осындай қызықты тәжірибелер болып отыр. Осыдан шығатын қорытынды, яғни. Осыдан шығатын қорытынды? Иә, біздің қызығушылығымыз осы тәжірибелерге қарай ауысты. Мен ойлаймын, мұның ешқандай бір артықтығы жоқ деп. Әрине, артықтығы жоқ отыр, дұрыс айтып отырсыз. Орталық хабарда тәжірибе. Кеттік онда. 1, 2, 3. Жаным жатыр. Мен енді жабыспай қалып жүрсе, күліп жүрмеңіздер. Күлмейміз. Жабыстырамыз. Жандырдық. Сөйтсе жабыспай жатыр екен. Сіз ұстай тұрыңыз, Нұрсұлтан. Түсінікті. Өте ерекше тәжірибе екен орталық хабарда. Енді Мейрамгүл ханым, айтыңызшы, бұл тәжірибе бізге несімен пайдалы? Несімен пайдалы? Енді шырпының жанған-жанбаған білу үшін пайдалы шығар. Орталық хабарда Мейрамгүл моделі және оның ең ерекше ешкімдікіне ұқсамайтын тәжірибесі. Олай болса, экранға назар аударайық. Долана қалалық әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің дөкейі. Ақтырна аудандық құрылыс бөлімінің жауапты шефі. Біз бастық сөзіне синоним деп жатырмыз, өйткені тізілімнен бастық сөзі түсіп қалған болатын. Бірақ біз бүгін мемлекеттік қызмет істері агенттігінің төрағасымен басқаша сөйлесеміз. Қарсы алыңыздар. Қош келіпсіз аға, жайғасыңыз. Орталық хабарға. Көңіл күйіңіз қалай? Шүкір. Шаршап жүрген жоқсыз ба? Жоқ, әрине. Бәрі дұрыс қой, бәрі орында ғой? Шүкір. Тамаша. Жалпы не жаңалықтар болып отыр, осыны айтып кетсеңіз? Жаңалық жалпы біздің мемлекеттік қызметті халықтың көңілінен шығатын деңгейге көтеру үшін жұмыстар жасалуда. Оның ішінде бірінші осы біздің халықта түрлі деңгейде мемлекеттік қызметші бола алатын лайықты азаматтар көп. Соларды дер кезінде анықтап, іріктеп, олардың ішіндегі ең біліктісін, білімдісін сатылап жоғарылататын жүйе болу керек. Ол жария, мөлдір болу керек. Сонда біз мемлекеттік қызметтің әлеуетін көтеру арқылы жалпы халықтың тұрмыс деңгейін көтеруіміз керек. Халыққа қызмет көрсету сапасы жоғарылау керек. Осы бағытта істер нақты жүру үстінде. Реформаны, біреулер айтады, реформаны сөзден бастау дұрыс па дейді. Бастық деген сөзге байланыс айтып жатыр қой. Қазақ жақсы сөз жарым ырыс деген. Сол себептен сөздің адамзат тарихында алсаңыз, адамзатқа әсері ең мықты ол мәтіндер болған. Әлемдік діндердің негізінде қасиетті мәтіндер жатыр. Сол себептен сөздің да адамның жалпы діліне әсері, тілдің ділге әсері бар.
бастық деген сөзді біз реформаның негізгі қағидасы қылып алған жоқпыз, бірақ дегенмен кезінде империяның құрамына кіргенде начальник деген сөзді аудару үшін пайда болған сөздің кейін бір өзінше бір бөлек мағынаға ие болып кеткен сөзсіз. Сондықтан біз баяғы Исатай басшы, мен қосшы дегендегі басшы, жетекші, серке деген сөздерді өз мағынасында дұрыс пайдалана білсек, бастық деп бастық сымақ болатындардың орын емес, негізі жетекші бола алатын азаматтар алға жүру керек. Бұл дамыған елдердің де тұжырымдамасында бар. Қызметтес болған әріптестер, қазір бастық болып жүрген азаматтар сізге айтқан пікірі қандай болды? Неге өзгеріп жатсыздар? Бастық деген әдемі істеді ғой деп. Болған жоқ онда пікір айтқандар? Қара қазан жаңа сары баланың қамы үшін дегендей, реформа белгілі бір жеке лауазым иелері үшін емес, реформа халық үшін жасалу керек. Шахматта қалайсыз? Ептеп ойнаймын. Ойнайсыз. 9 малақты жақсы ойнайды екенсіз. Мен 9 малақты жақсы ойнағаннан бұрын 9 малақты дамытуға үлес қосуды өзімнің азаматтық парызым санаймын. Сондықтан 10 жылдай болды. 9 малақ федерациясын басқарамын. Сингапурде дейді, бір мемлекеттік қызметкердің жұмысын біздің Қазақстанда 6 бірдей азамат істейді дейді. Осы қаншалықты рас? Мүмкін бе? Сингапурдың өмір сүру деңгейі бізден бірнеше есе жоғары. Жалпы жан басына шаққанда ішкі өнімді есептесек, әрине Сингапур бізден бір 4 еседей жоғары табысы бар. Яғни мемлекеттік қызметшілердің де егер жалпы халықтың өніміне үлесі бар деп есептесек, ол солай болып айтуға болады. Бірақ ол Сингапур былайша айтқанда қала мемлекет. Біздің ерекшелігімізді кіммен салыстырсаң да ескеру қажеттігін анықтайды. Рахмет сізге. Бүгін бізде қонақта болған Әлихан ағамыз дейікші. Рахмет сізге. Жігіттер, жылдамырақ. Осы дұрыс шығар деп ойлаймыз. Ал, ақ жолыға. Әмін, жақсы, сау болыңыз. Рахмет. Ал енді жігіттер алып кете берсеңдер болады. YouTube. Бұл не екенін бәріңіз білесіздер. 2005 жылы ашылған бейне-хостинг қазір әлемдегі ең көп қаралатын сайттардың ішінде 3-шісі. Сонда жұрт не қарайды дейсіз ғой? Бір-біріне қарайды да, біреудің құлағаны, біреудің тұрғаны. Қызық болсын айдарында, негізі бұл айдардың аты жоқ еді. Біз бүгін YouTube-тың қызығымен бөлсеміз. Таныс болыңыз, бұл YouTube-қа салынған ең алғашқы бейне. YouTube-тың негізін қалаушы Жавед Кәрімнің өзіне түсірген бейнесі 19 секунд және 10 миллионның үстіндегі қаралымға ие. Білем, Gangnam Style жалықтырды, бірақ YouTube-тың оны қош интернеттің тарихында бұл ең көп қаралған бейне екені сөзсіз. Өзіңіз ойлап қараңыз, 1 миллиард 471 миллион 350 мың рет қаралған. Бұл рекордты мүмкін ресейлік Beating Elbows, яғни Bad Motherfucker тобының клипі бағындырып қалар. Каскадердің бас киіміне орнатылған бейне камера арқылы түсірілген клип қазір YouTube-тың бас тартуы болып тұр. Ал бір гитарада бірден 5 адамның ойнауы 147 миллион рет қаралған. Жалып кеттіңіз бе? Түк көрмейді. Сәл шыдаңыз, бұл YouTube-қа салынған ең ұзақ бейне 12 сағат бойы тек қара экранға қарап отырамын десеңіз, мархабат. Қош, өшіңді шанан. Ен жетпеген маған кальян шегу ғана қалды. Айтпақшы, біз қауіпсіз қорқорды қолдаймыз. Осы аптада Алматыда кальян бизнесімен айналысатындар лас кальяншылардың зардабы кәсібімізге тиді деп жар салды. Ал осыдан 2 апта бұрын бас санитар дәрігер кальянға қатысты. Түтін араласқан кальянның қандай болмасын, таза болуы мүмкін емес деп үкім шығарғаны белгілі. Сонымен кальян кәсібін шектеуден кім қалай ұтады? 14 наурыз 2013 жыл. Мемлекеттік санитарлық бас дәрігердің қоғамдық орындарда кальян шегуге тыйым салу туралы орыс тіліндегі қаулысы шығуы мұң екен, іле кальян қорғаушыларда пайда бола кетті. 1 сәуір күні Астананың 5, Алматының 60 кәсіпкері 2 жұмада Қазақстанның кальян өнеркәсібі қауымдастығына біріге қалып, қорқор кәсіптерін қорғайтындықтарын мәлімдеген. Біз кальянмен айналысушылармен конструктивті диалог орнатуға шақырамыз. Әрине, денсаулық қауіпсіздігі бірінші кезекте. Дегенмен оны тыйым салу арқылы шешуге болмайды. Себебі астыртын кальян шегіп контрафакталық тауар таситындар көбейіп кетеді. Оның орнына кәсіпкерлермен заң және тазалық талаптарын күшейтіп, жұмыс істеуге шақырамыз. Санитарлық эпидемиологиялық қадағалау мамандары мен қоғамдық ұйымдар кальяншылармен бірлесіп жұмыс жасауға құлықсыз екендіктерін қаулыға дейін де кейін де қарекеттерімен көрсеткен.
Астанада кальян ұсынушы 12 мекемені сүзіп шыққан лабораториялық зерттеулер сұмдық жайттарды ашып берген. 12 орынның әрбірінен алынған 4-5 сынаманың барлығынан қатерлі бактериялар шыққан. Это нижний наконечник, вот его ёршик. Вот так он моется. То есть даже эта деталь моется. Алматылық кәсіпкер Рүстем Лазгиев дәрігерлердің дабыл қағуын түсінбейді. Кальянға тыйым салу тазалық сақтамайтындардың кесірінен болды. Бізге кальян мәдениетін қалыптастыру керек десе, астаналық кәсіпкер Сейітжан Абдуллаев қаулы шыққалы кальян қызметінен кетуге қамданып отырғандардың бірі. Қазіргі таңда заң шыққаннан кейін қонақтар келіп жатады ғой. Біз оларға айтып жатырмыз 5 кальян деп. Кальянсыз ақ көрсетеміз. Яғни бардан көпнеден. Яғни қонақтар біледі бұл кальян бар, именно кальян бар. И соны естіген қонақтар бұрылып артқа кетіп жатыр. Қазіргі таңда жалпы Астананың тұрғындарына бұл заң влиять етті, қатты влиять етті. Ол жағы бізге де влиять етті. Себезгі астында аппаратты жуу, бір реттік мүштіктер қолдану тазалық кепіл емес. Санитария мамандары кальян дейтін зиянды дүниеде мәдениеттің болуы мүмкін емес деген ұстанымнан айнымай отыр. Қаулы шыққаннан кейінгі 55 мекемеге жүргізілген тексерістен көгірің таяқшалардың небір көкесі шыққан. Жылына жеткізіліп келген 120 тонна қорқор табағы айына 20 миллион теңгеге жетпейтін салықтық түсім ғана түсіріп отырған. Кальянның бір дозасында никотин 10 есе көп, ал бір кальянның сессиясында 100 темекінің түтіні бар. Зардабы салықтан артық екені түсінікті. Я с собой не ответственность, и просто курить нельзя, я сам заплачу. Ты на меня сначала штраф отправляешь. Что это такое? Что это такое? Кальянның ел болашағына зардабын түбегейлі жою үшін қаулымен қатар кәдімгі кодекске тармақ-тармақ баптардың енгізілуі аса қажет. Депутаттар тобы ұсыныс енгізілсе қолдау білдіруге әзір. Біздің сіздің барлығы осы темекі, арақ не болмаса осы қорқоры қарап болғанда онда біз мемлекет болмағанымыз болсаңа. Сондықтан бизнесті дамытудың басқа да керемет жолдары бар. Ол бизнесті әрине осы қорқорды шығаратын компания, олар тоқырап ұшпайды. Ашығаса несі бар, ол халыққа ол өзінің қаржатын табу үшін, капитал жасау үшін ғана. Ол халықтың денсаулығын ойлап, не болмаса жас жігіттің, жас өспірімнің оның алдағы болашағын ойлап отырған компания емес, ол өзінің ақша жасау. Қазіргі кездегі, сондықтан ақша жасайтын жерде, ол денсаулық екеуінің екі түрлі, сондықтан оны заң бойынша мемлекет тарапынан ғана оны шектеу қойған. Соңғы тыйым қоғамдық орындарда кальян тартпауға ғана шектеу жасай алады. Әләзір мұның әсерін аса байқай қойып отырған жоқпыз. Ал үй-жайдағы жағдайды бақылауға алу бұл қаулымен әсте мүмкін емес. Сондықтан бұл жағдай өлім түтініне қарауылды әркімнің өзіне қоюымен шешілмек. Студиямызда Қазақстан Республикасы кальян индустриясы кәсіпкерлері қауымдастығының төрағасы Нұрболат Сейпішевті шақырған болатынбыз. Өкінішке орай ағамыз келмеді. Нұрболат мырза, біз сізге ренжіп қалдық, ештеңе етпейді. Бірақ та бүгін бізді жұбату үшін мемлекеттік санитарлық эпидемиологиялық қадағалау комитетінің төрағасы Жандарбек Бекшин келді. Студиямызға қош келіпсіз аға. Мынау енді не істейміз? Конгода азаматтар аштықтан зардап шегіп жатыр, ал бізде кальян шегіп жатыр азаматтар. Бұның бір мәселесі бар ма, орнына келтіретін? Жай осы мәселені көтерген жоқпыз. Біз осы ғылыми дәлелдеген өзіміздің сараптама дәрежесінде осындай ұсынысқа келдік. 14-нен бастап шектеу қойылды, білесіздер. Сондықтан алдымен мен сіздерге көрсетейін деп едім. Осы кальянның зияндығын... Жүріңіз онда, көрсетіңіз. Мархабат. Құрметті көрермендер, осы кальянның ішіндегі сүрттеме жасаған кезде ішінен суы бар, сырты бар, және де мынау трубка дейміз, кальянмен қосылатын жерінен ішінен сүрттеме алған кезде мынандай өте әсері бар қауіпті бактериялы табылды. Міне. Қандай бактерия? Оның ішінде дрожжеподобные грибы дейміз. Зиян не Кандида. Мұнаның зияндығы
пневмонияға әкеледі. Жарайды, бірақ мынау пневмония өте қауіпті болғаннан кейін емделуге өте қиын. Келесі. Тағы да синегнойная палочка. Бұл не? Мынандай тағы да мынандай асқыну әкелетін бактерия. Мынандай бактерия мысалы больництерде шығарса, біз больництерді жабамыз. Мынау золотистый стафилококк дейміз. Оның да әсерін білесіздер, өте қауіпті, осындай ауру шығарады. Оның ішінде көптеген бактерия группы кишечной палочки дейміз, бактерия таяқшылары. Бұл неге зиян болады? Мынау зияндығы ең біріншіден көрсететін, ол таза еместігін көрсетеді. Тыныс алу жолдарына кедергі келтіреді. Соған әкеліп атқанымыз міне, осындай ең біріншіден осындай зиян, мысалы жас адамдар зияндығын білмейді. Мысалы көптеген сатылып атқан мынандай табақтар. Табак емес, мынау курительная смесь дейді, қоспаларында жарамсыз ақпарат бойынша мынаның ішінде темекі жоқ дейді. Бірақ 95%-ында темекі бар. Біз оны анықтадық. Мынау не аға? Мынау осы қоспалар ғой, тартатын қоспалары. Сондықтан бәрі де шетел тілде жазылған, қазақ тілінде ешқандай ақпарат жоқ. Ал, енді аға, кальян деп жатырмыз. Кальян шеккен азаматтар біледі, мынандай дүниені ұстады, қауіпсіздік үшін. Яғни ауру жұқтырмас үшін. Бұл қаншалықты бізді аурудан құтқара алады? Бұл пластмасса. Пластмасса ешқандай оның қорғауы жоқ. Неге десеңіз, мынау бүкіл кальянның іші, трубканың ішіне қаптаған микробтар. Ал егер бұны жуып тұрса, тазалап тұрса? Осы барлық бізді осы қоғамдық орында тексергенде біреуінде де ешқандай тазартатын, дезинфекция жасайтын аспаптар болсын, ешқандай нұсқаулары жоқ. Тағы да мынау кальянды пайдаланатын нұсқауы жоқ. Кейбірлер адамдар мысалы білесіздер ғой, бронхиттары болады, астмалары болады, оларға шегу болмайды ғой. Бірақ онда ешқандай ақпарат жоқ. Мүлдем тыйым салып тастайды Қазақстанда, яғни ешқандай жерде кальян шегу мүмкін емес болады. Біз тексерген кезде, мен айтамын сізге, осы зияны жоқ деген растайтын құжаттары біреуінде де 100%-да болған жоқ. Біздің қазақ халқымызда ондай дәстүр болған жоқ. Сондықтан оны қою керек. Түсінікті. Нұрбек мырзаның айтқысы келіп отырғаны, кальян зиян екен дәлелдеді, кальян шегуге болмайды, денсаулыққа зиян. Аға, сізге рахмет. Осындай бізге ақпарат бергеніңізге, қажетті ақпарат дер кезінде бергеніңізге және біздің көпшілік көрермендеріміз ақпараттан құлағдар болып, өзіне қажетті дүниелерді бойына сіңірді деп ойлаймыз. Бүгін бізде қонақта болған. Мен де сондай сенімдемін. Сондай сенімде болған Жандарбек мырза. Он 16 күні Маңғыстауда тағы бүлік шықты. Бұл жола Жаңаөзен емес, Жетібайдан. Наурыздың 16 күні дүкенге шыққан бейгін ағызды. Бақандай 10, айтуға тілім бармай тұр, 10 айуан зорлаған. 24 пен 45 жас аралығындағы азғындар бар кінәні арақтан көрмей қойсын. Бәрібір араққа арналған бап жоқ. Бақытсыздықованың биі тағы хит болды. Енді анау-мынау емес, Қазақ ұлттық университетінде әйгілі журналистика факультетінде. Қарағандыдағы Гарлемдерді кешірген Бақытжан Жұмағұловтың енді сапасыз оқу орындарын емес, санасыз студенттерді қысқартумен айналысқаны дұрыс болар. Шоу-бизнес, шоу-бизнес, шоу-бизнес. Осы бизнеске басындыққан кез келгеннің әйтеуір бір мәселесі шолтаңдап жүреді. Оларды қинап қояды, ішіп жібереді, оларды шаршатады, түске дейін ұйықтатады, түнде асығып жүреді, күндіз адамнан қашып жүреді. Бас ауруынан бастап, жұлдыз ауруына дейін кезекпен-кезек сырқаттанады. Қойшы олардың өмірін тәйірі. Бірақ олардың өмірінсіз көп адам үшін мына жалған да жалған еместей болып көрінеді екен. Бәріміз пендеміз ғой, періште көкте ғана. Я, бәріміз пендеміз. Пенде болған соң сүрінеміз, қателік жасаймыз. Бірақ кейде сол қателікті мойындамай періштедей пәк болғымыз келеді. Бұл періштелер, кешіріңіз, пенделер сізге таныс болар. Жібере салыңызшы, мен әншімін ғой. Қазақ толтырғанда көрем, қалай ән айтқаныңды.
Бейбіт Қорған 2000 жылдары жас қанатта жұлдызы жанып, жастардың жүрегін жаулаған жан. Маған арман болмаса да, кім ол деген кісіге тыңдашы жаным деп талантын мойындатқан мықтылардың бірі еді. Алайда соңғы жылдары бұл Бейбіттің мықтылығы былайша байқалып жүр. Жұлдыздың жұдырығы. Редакциямызға 32 жастағы алматылық азамат шағымданып келді. Айдар Дәуітовтің айтуынша, Атыраудан Алматыға қатынайтын ұшақтан түскен оны әнші Бейбіт Қорған мен оның достары соққыға жыққан. 2010 жылы ақпарат құралдары осылай деп жар салған еді. Алайда ел алдындағы абыройын ақсатып алған әнші шоқ қыздармен шоқтығын биіктете бергенде тағы да шоқ басты. 21 наурыз 2012 жыл Атырауға концерт қоюға барған әнші Бейбіт Қорған жергілікті Ақжайық газетінің тілшісі Айнұр Сапарованы әртістер киініп шешінетін бөлмеге қамап, ұрып соғып зәбір көрсетті. Мен сізден қорқады деп тұрған шығарсыз. Көпшілікке күлпаш образымен танылған талант иесі Берік Тұрсынбеков те өткен жылы жұдырықты жұлдыздар қатарын толықтырғанды. Астанадағы байланыс салонының сатушысы танымал қазақстандық шоумен Шымкент шоу театрының әртісі Берік Тұрсынбековті қол көтерді деп айыптауда. Шоу-бизнестегі бұл шуды да ақпарат құралдары жарыса жазды. Айтпақшы, аса ауыр қылмыс жасады деп айып тағылған тағы бір шымкенттік өнер иесін білетін боларсыз. Шешінем. Тердеп ішкен жақсы болады. Еме талсы жатайын дедім аналар. Көпшілік көрерменге Тука образымен танылған Төлендиев туралы мұндай жағымсыз ақпарат 4 жыл бұрын тараған болатын. Алайда мұны алып қашпа әңгіме деген әртіс осы тұста Шаншардан шеттетіліп, Алдараспан атты жеке театр ашты. Жағымсыз ақпараттың артынша жаңа жобамен жарқ ете қалған жұлдыздың мұнысын кейбіреулер қара пиар деп қабылдады. Бәлкім мен егер сондай болсам, тұранбайтын шығармын, өйткені Құдайда қара нәрсені сақтамайды ғой. Оған мен не деп құлауым керек? Оған мен не деп жылауым керек? Болмаса мен оған не деп өз-өзімді жегідей жеуім керек? Өйткені болмаған нәрсені ол болмады деп есептеймін. Жала жабылды ма, әлде күйе шала жағылды ма, әйтеуір әртіс түрмеге түскен жоқ. Қара пиар деп қалдық қой. Бұл негізі батыстан келген бәле. Мәселен, Ресей поп королінің біздің Бейбіт секілді журналисті соққыға жығуы, белгілі рэпер Тиматимен тайталасуы, қос тарапқа да пиар болғаны белгілі. Я Филипп Киркоров, на меня внимание! Ты кто такой? Давай, до свидания! Сондай-ақ сән әлемінің жұлдызы Наоми Кэмпбелдің үй қызметшісін ұрғаны үшін 7 жылға темір торға тоғытылғаны да есіңізде болар. Бірақ Кэмпбел кінәсіздігін дәлелдеп, бірнеше күннің ішінде бостандыққа шықты. Ал 14 жасында түрменің табалдырығын аттап, талай жылын қапаста өткізген қара нәсілді боксшының қателігін қара пиар деуге келмес. Иә, жалпы біздің арнамызда ұлы дала сазы деген айдар тұрақты жүргізіліп келе жатыр. Бұл бейне есіңізде болар, бәлки болмас. Бірақ осыдан бірнеше жыл бұрын танымал тележурналист Ақылбек Сансызбайұлы жер саудасымен айналысып, алаяқтық жасады деген айыппен темір торға тоғытылған еді. Тағдырдың маған берген бір сынағы шығар. Оңбай қателестім. Енді ол жағын терең бойламай қояйық. Менен де шағын кінә бар. Бүгінде Ақылбектің басына бостандық берілді. Алайда жазасын өтеген жанмен тілдесудің сәті түспеді. Қазақстан шоу-бизнесінің тағы бір өкілі таяуда темір тордан бостандыққа шықты. Естеріңізде болса, өткен жылдың соңында эстрада әншісі Қайрат Түнтеков Алматы қаласында өзінің Toyota Camry көлігі мен Toyota Land Cruiser көлігіне соқтығысып, тәртіп бұзған болатын. Қайрат, бер шықсайшы, жігітше шықсай бер қарай. Ба машинаны? Ордым десей, ордым. Орды ғой? Ордым. Тентектігін толық мойындаған Түнтеков Алматы қаласы ауданаралық әкімшілік сотының шешімімен 40 күн қамауға алынып, 3 жылға жүргізуші құқығынан айырылды. 40 күн қамауда болған әншіге қасындағылар құрметпен қараған көрінеді. Демек, жұлдыз темір торда да жұлдыз. Леди менен джентльмендер, болмайды бастан. Ханымдар мен мырзалар,
Атланта Олимпиадасының чемпионы, жылқа көтеруден әлем біріншілігінің жүлдегері, бала кезінде спортик болуды армандаған кім деп ойлайсыздар? Қарсы алыңыздар, Қайрат Түнтеков өз жанкүйерлермен бірге. Қош келсін, Қайрат, қош келсін. Көрмегелі көп болды. Сағынып үлгерді сені? Айтпаңыз. Көңіл-күй қалай, Қайрат? Көңіл-күй керемет. Көңіл-күй тамаша. Қалай, Қайрат? Ассалаумағалейкум. Алдарыңызда келіп отыр. Жоғарда Атланта Олимпиадасы жүлдегер деп армандарыңды бала күнгі айтып қойдық. Негізгі армандарың бала күнгі сол ма еді? Спортик болу? Спортик болу болғанда негізде қазірде спортпен айналысам ғой өзім. Футбол ойнайсың? Футбол ойнаймын. Бәрекелді. 7 жыл болды ойнап жүргеніме. 7 жыл футбол ойнайды екен, тамаша. Оның үстіне мынау енді жастарды көтеру керек қой. Иә? Жас жеткіншектерге әрине мектеп ашып жатырмын. Жас жеткіншектерге футбол мектебін. Иә. Қай қалада? Алматы қаласында. Алматы қаласында. Неге Шымкенттен емес? Алматы орта ғой енді. Алматы орта, Шымкент шет жағы. Шет жағы. Жарайды. Шымкенттен аша береміз ғой. Аша бересіз. Бірінші Алматыдан ашып Дамыта алғандырсыз. береміз. Енді ең басты сұрақ. Қайрат қазір отырса да, тұрса да, жатса да, тамақ ішсе де, аузын ашса да хит. Қалай екен Қазақстан бойынша бүкіл жаңалықтардан күнделікті көріну хит болу? Өте жақсы негізі. Өте жақсы, рахат. Өйткені рейтинг деп адамыз ғой. Рейтинг. Иә, рейтинг дегенді бір көтеріп алдық енді. Рейтингті көтеріп алды Қайрат. Жаңалықтардың арқасында. Жоқ, тоқта. Бұл енді сұрақ, көпшіліктің арасында екі түрлі пікір бар. Бұл Қайрат қолдан жасаған рейтинг па, әлде келеңсізде болып қалған рейтинг па? Шын мәнінде жасалған. Шын мәнінде жасалған. Жасалған. Бірақ мен өзім жасаған жоқпын. Өзің жасаған жоқсың. Бұны үкімет деп айтасың. Заң. Заң жасады. Заң жасады. Дұрыс. Суперстарда көріндің. Суперстарды бір шулаттық енді Қазақстанда. Содан кейін мынау қызық емес болып қалды, олай шулату. Енді қызық емес болғанда қалай? Бұл жерде енді халық сүйіп таңдап болды ғой. Дұрыс па? Әрине. Сондықтан енді оның өзі де қызық қой. Әрине. 19 жасар, 18 жасар баламын ғой өзі. Содан кейін мынау новая волна дедік. Иә, әрине, ол кезде де тамаша өнер көрсетті. Жаңа толқын. Сосын содан кейін мынау әйтеуір келіп жатыр ғой өзімен өзі. Французша ән болды мысалы. Оны да біраз адам тыңдап тастады. Содан кейін мені артынан ең соңынан келіп. Ең соңынан таңғалдыру емес деп ойлаймын бұл енді. Ең соңғы емес. Келесі бір ретмен келе жатқан таңғалдыру. Ретмен келе жатқан. Құрметті көрермендер, Қайраттың таңғалдырулары әлі алда. Иә. Негізі мынау шетел жақтарда, Россия өзіміздің да? Ресейде. Болып жатады ғой. Иә, көбінесе жұлдыздар. Өздері қолдан жасап жатады. Бұндай айқай-шуды. Бірақ бізде енді шын мәнісінде болды бұл нәрсе. Шын мәнісінде болды. Бірақ өзімде байқаған жоқпын, өзімде сезбей қалдым да, ол қалай болып қалған. Мен сотталғанда былай сотталған жоқпын ғой. 40 күн административный әкімшілік жазаны өтеп шықтым. Ол жерде мен сияқтылар отыр. Бірге отырдыңдар ма? Әлде көпшілік айтады, осы Қайратты ол жерге отырғызбайтын шығар ол азаматтармен. Бөлек бір арнайы бөлмеде жағдай жасалған. Үйінде отырып шыққан шығар деген сияқты. Үйінде отырып шығуы мүмкін алғашқы күндері отырып деп. Ол кісілердің өзі де бір сыймен қарайды ғой бізге. Дұрыс па бұлай? Танып жатты ғой келгенде. Қайрат қош келіпсің деді. Тез де өтіп кетті уақыт. 40 күн тез өтіп кетті. 40 күн тез өтіп кетті. 40 күнде. Ұйықтадың, ұйқың қанды тұңғыш рет. Иә. Тұрасың. Спортпен айналысасың. Дуалға қатақап жасадың. Жерге. Иә. Кен. Әртүрлі заттар ғой. Дала шыққан кезде мысалы өзінің арнайы ауласы бар, спорт ауласы дейді ғой енді. Сол жерде дайындалып, американдық кинодағылай болды ғой, барлығы спортпен айналысып жатыр. Ең кішкентай сен, бірақ бәрі сені сыйлап шапалақ ұрып қарсы алып жатыр, иә? Мына жаққа тұрасыңайшы мен? Жарайды, келіңіз тұрыңыз. Қайрат орын ауыстырып жатыр. Орынды ауыстырайық. Қандай ән айттың? Ән айттың ба? Ән айтпадық. Ән айтпадық, тек қана демалдың. Тек қана демалдық. 40 күн жалпы көлікке байланысты қақтығыс Қайратқа не берді, не үйретті, қандай сабақ болды? Бұның өзі үлкен сабақ негізінен. Бірақ бұл әр адамның басына өтеді ғой. Өтетін тіршілік болғаннан кейін ары қарай қимылдай беру керек та. Бұл енді қиыншылық өтті. Бұл қиыншылықты әйтеуір халықтың алдында былай ойбай сөйтіп қалып кетіпті ғой демей, алға қарай жүре беру керек та. Түсінікті, енді көрермендерің, сенің жанкүйерлерің келіп отыр. Мына жақта да көп Қайрат деп айқайлап жатқандар. Көрермендерден де өте көп Қайратты қолдап жатқандар. Бұның барлығы сенің құрметіңе. Рахмет. Қалай? Жанкүйерлері, Қайратты сағынып қалдыңдар ма? Иә, қатты. Қалай сағындыңдар, көрсетіңдерші. Мінекей Қайрат алдарынан келіп отыр қайтадан. Ал Қайрат,
алдарында мінекей інілерің тұр, қарындастар тұр, жанкүйерлер тұр, көрермендер мыңдаған, миллиондаған. Не айтасың? Қай камераға қарайын? Сені тауып алады өз камералар. Ешқандай уайымдамаңыздар, бәрі дұрыс. Ең бастысы мен сіздерге үлкен алғысымды білдіргім келіп отыр. Сіздерге рахмет. Алланың нұры жаусын сіздерге. Рахмет. Ал, құрметті көрермендер, олай болса, ана жақта камерадан біздің тағы да қайтадан телевизиялық камерамызға оралған Қайрат Түнтеков сіздерге тамаша ән орындайды. Орталық хабарда. Let's go. Қайшылысқан көлік, адасқан адам, толған қалада. Алыстағың келсе, барлық қайғыдан елікте маған, қаншама қайғы болса да көңілімде. Бақыттың әнін мен сезіп бірге. Жайнаған көрікті әлем, жеңілме сезімнен ешқашан, жетесің бақытқа азаған. Айналан шуаққа толған, жайнаған көрікті әлем, жеңілме сезімнен ешқашан, жетесің бақытқа азаған. Қайталанған әрбір үмітсіз күннен шаршаған кезде, қуанышсыз өткен өмірге күнде қайғыра берме. Қаншама қайғы болса да көңілімде, бақыттың әнін мен сезім бірге. Айналан шуаққа толған, жайнаған көрікті әлем, жеңілме сезімнен ешқашан, жетесің бақытқа азаған. Айналан шуаққа толған, жайнаған көрікті әлем, жеңілме сезімнен ешқашан, жетесің бақытқа азаған. Қоштасқым келмейді. Бағдарламаны қатты жақсы көріп қалдым. Өйткені жүргізгенім үшін ақша алам. Көргенің үшін ақша төлемесек те, орталық хабар сіздердің көңілдеріңізден шықса дейміз. Орталық хабарда жүздескенше. Айтпақшы, бүгінгі бағдарламада сіздерге кереметтей әуенді көңіл күй сыйлаған Қазақ ұлттық өнер университетінің Град Music тобы. Топ жетекшісі Дәулетбаева Раушан. Әр бейсенбіден сенбіге дейін Астана Music Hall'да сіздерге өз өнерін көрсететін болады.